Жаңаөзен жастары жаңа конституцияны қолдайды. Олар ата заң мемлекеттің тәуелсіздігі мен тұтастығын нығайтып, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын айқындайтын басты құжат деп есептейді. Сондай-ақ елдің тұрақты дамуы мен қоғамдық келісімнің берік негіз екенін айтады. Жаңаөзендік жас Алтынбек Әлібаев өз қатарластарын жаңа конституцияның мазмұнымен танысып, ондағы өзгерістердің мәні мен маңызын түсінуге шақырды. Әрбір жас елдің негізгі заңын біліп, қоғамдағы өз құқықтары мен міндеттерін терең түсінуі қажет дейді ол. Ата заң бұл бүкіл бір елдің, бір ұлттың тарихын тереңдететін де, оны жер бетінен жойып тастайтын да дүние. Сол себепті ата заң қандай мықты болады, дәл солай елдің де тірегі мықты болады деген сөз. Енді осы орайда жастардың атынан бүкіл жастар осы конституцияны толықтай оқып, зерттеп, зерделеп, және конституцияда өзінің заңын, оның ішінде енді әртүрлі өзгерістер енгізіліп жатыр қазіргі таңда. Солардың барлығын қарап, егер де өзіне керекті жерлері болса, соны алып, сонымен өзінің заңын білсе, ол жас ертеңгі күні бір ұлттың болашағы болатынына ол сенімді түрде айта аламыз. Осыған байланысты бүкіл жастардың барлығын жаңа конституциямен танысуға шақырамын. Жаңаөзен қаласында газ өңдеу зауытының құрылысы жүріп жатыр. Осыдан 3 жыл бұрын жобалау жұмыстары басталған. Мемлекеттік сатып алу конкурстары ұйымдастырылып, мердігер мекеме анықталған. Өткен жылдың наурыз айында жобалау жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталған. Содан кейін зауыттың құрылысы басталған. Бүгінге дейін қойма резервуарлардың іргетастары дайындалған. Резервуарлардың өзі де жеткізілген. Үлкен құрылғылар шетелде жасалып жатыр екен. Олардың да орындары дайындалып жатыр. Бұрын осы жерде тұрған кейбір фундаменттер бар, бұрыннан келе жатқан іргетастар, әртүрлі бұрын тұрған зданиялардың олардың демонтаждары жатады. Содан кейін негізгі құрылыс біздерде осы 26 жылдың февраль айында біздер негізгі құрылыстың заключениесін алдық. Госэкспертизадан сол проекттер шыққаннан кейін, соны қазір соның фундаменттерін құйып, соның жұмыстарын жүргізіп жатырмыз қазіргі таңда. Жаңа зауыттың қуаттылығы жылына 900 мың мен миллион текше метрдің арасында өнім өндіре алады екен. Содан бірнеше түрдегі өнім шығарылмақ. Қазір құрылыс басында 150 жұмысшы еңбек етіп жатыр. Негізгі құрылғылар келген мезгілде адам саны артады дейді. Жұмысшылар арасында Жаңаөзен қаласының да тұрғындары бар. Осы жерде жұмыс жасатқаныма 1 жыл болды. Дәнекерлеу мамандығы бойынша Жаңаөзен қаласының тұрғынымын. Жұмысымыз 5 күндік, күнде үйден барып келеміз. Өзімнен басқа да осы Жаңаөзен тұрғындары менімен бірге жұмыс жасайды. Жұмыс заты жағдайы жақсы болады. Құрылыстың аяқталу мерзімі 2027 жылдың ақыры. Бас мердігер ресейлік мекеме. Сонымен қатар Ақтау мен Жаңаөзен қаласының да 5 мекемесі жұмыс жасап жатыр. Сәбит Бұқпан, Ниетбай Жұмабайұлы, Жаңаөзен ақпарат. Орталықтың негізін қалаушы Рахман Каракулов кәсіпкерлік жолын 5 жыл бұрын автокөлікке арналған қосалқы бөлшектерді сатудан бастаған. Кейін жүргізушілердің сұранысын ескере отырып, әлемдік брендтердің жоғары сапалы мотор майларын сатуды қолға алған. 1 жыл бойы жалға алынған ғимаратта қызмет көрсеткен кәсіпкер бүгінде кәсібін кеңейтіп, заманауи қызмет көрсету орталығын ашып отыр. Тұтынушылар үшін ұтыс ойын ұйымдастырылып, бас жүлде ретінде автокөлік пен басқа да бағалы сыйлықтар қойылған. Мен кәсіппен айналысып бастағаныма 5 жылдай уақыт болды. Қазіргі таңда енді май ауыстыру несін іске қосып жатырмыз. Бізде май ауыстырған жандарға біз машина сыйлыққа 30-ға машина қойыппыз. Оның шарттары 30 мың теңгеден жоғары май алса, біз билет береміз. Сол билет тамамдағасын осы 1-2 айлықтың арасында ойнайды сол көлік.
Кәсіпкер Еуропа, Америка және Корея тағы да басқа елдердің жетекші өндірушілерімен серіктестік орнатып, сертификатталған әрі сапасы дәлелденген өнімдерді ұсынады. Бүгінде нарықта қолдан жасалған жалған майлар көбейді дейді серіктес компания өкілдері. Сондықтан олар тұтынушыларға тек ресми жеткізілетін, сапасы расталған өнімдерді осындай орталықтардан алуға кеңес береді. Саналуан түрі бар. Оны негізі именно осы салада жүрген адамдар 100% ажырата алады, бірақ қарапайым халық оны ажырату қиын. Не үшін? Потому что қазір фальшивка жасаудың өзі бір өнер болып кетті. И оны осында официальный жерлерге алып келіп, алған жеріңізде тексерсеңіз болады. Бізге әртүрлі мемлекеттен келеді. Корея, Россия, Германия, Еуропадан келеді көп жағдайда. Біздегі майлар өте сапалы. Яғни мына майларда түпнұсқа оригинал дейді ғой, сосын подделка, контрафакция дейтін. Бұл яғни түпнұсқа оригинал майлар. Бұл үстінде тұрған мына қара канистердегілер, бұл Chevron Америкада мировой заводтан шығады. Астында тұрған мына көк, яғни золотистый басқа да канистерлер, бұл Бельгия елінен текске қабылдайын деген майлар. Яғни бұл майда ешқандай контрафакты, яғни халықтың тілімен айтқанда подделка дейді ғой, бұндай нәрсе жоқ бұл майларда. Келіп, осы жерден қызметін жасап, алып, құйып жүре берсеңіздер болады. Бізде корейский бренд Resoil деген майды бастап жасаймыз Маңғыстау бойынша. Корейский фирмадан шығады, таза корейский. Сосын Toyota бельгийский, таза бельгийский. Сол біз Маңғыстау бойынша өзіміз таратамыз, Каспиан ақтау мекемесі. Қайсар ойыл ұжымына тек сәттілік тілеймін. Табысы мол болсын, биіктерден көріне берсін. Май ауыстыру орталығы қызметін бастағанына көп уақыт болмаса да, орталық тұрақты тұтынушыларын қалыптастырып үлгерген. Мұнда таңдау мол, мотор майларының 40-тан астам түрі бар. Сонымен қатар май ауыстыру мен көлікке техникалық қызмет көрсету жұмыстары жүргізіледі. Орталық үшін басты қағида тұтынушы сенімін ақтап, сапалы қызмет көрсету. Үнемі осы жерден ауыстырам, осы жердің клиентімін тұрақты. Бұрын басқа точкаде болдым, жаңа точкасын ашып жатыр. Мен осы жердің майдың сапасына кепілдік береді. Маған бұл жердің ең главный ұнайтыны балдардың қызметі ұнайды. Мен басқа жерлермен салыстырғанда баға жағынан да, сізге қызмет жағынан да, сапа жағынан да осы жерге жететіні жоқ. Келетін тұтынушыларымызға айтарымыз, көптеген ассортименттік тауарлардың ішінен таңдау еріктері бар. Сонымен қатар автокөліктеріне, май тұтынатын автокөліктерге ерекше присадкілер қолданылатын майларымыз да бар. Сондықтан келе беріңіздер, барлық сапалық, сенімді қызмет көрсетеміз. Бұл бізде командалық жүйеден құрылған нәрсе, өзіміздің сервисте жауап беретін бас мамандарымыз, бас шеберлеріміз, яғни май ауыстырушы, қызметшілеріміз бар, мысалы үшін іс жүргізушіміз бар, басқарушымыз бар, руководитель деген сияқты, сол сияқты командалық жүйеден құрылған идея жалпы. Ашылу рәсіміне келген қонақтар кәсіпкерге тілектерін айтып, жаңа бастамасына сәттілік тіледі. Айта кетейік, қазіргі таңда орталықта 5 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Алдағы уақытта кәсіпкер қызмет аясын кеңейтіп, тағы 5 жаңа жұмыс орнын ашуды жоспарлап отыр. Әсел Алдашева, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат. Ашық аспан астында өткен біздің вайб музыкалық кеші қала тұрғындарына ерекше әсер сыйлады. Кеш барысында әлемге әйгілі фильмдер мен танымал саундтректер орындалып, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Концерт қаланың ашық алаңында ұйымдастырылып, өнерсүйер қауымды бір арнаға тоғыстырды. Музыкалық кеште көпшілікке кеңінен танымал әлемдік саундтректер шырқалып, әр шығарма көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ашық аспан астындағы ерекше атмосфера мен жанды орындау кештің сәнін келтірді. Қыдырып келген біз бүгін келдік, міне енді концертке келіп жатырмыз. Астана күні құтты болсын. Өзеннің халқы өте керемет, қонақжай. Құтты болсын.
аман жүрейік. Бүгін Жаңаөзен қаласында осындай керемет үлкен кеш өтіп жатыр. Астана күніме орай және де нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегендей біздің асыл қасиетті домбыра күні. Сол күнге орай бізде осындай керемет үлкен кеш өтіп жатыр. Өте жоғарғы деңгейде өзіміздің ұлттық аспабымызды әлемге шығара берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай жақсы күндеріміз көп болсын дегім келеді. Кешке жиналған тұрғындар мен қала қонақтары өнерпаздардың өнеріне ризашылықтарын білдіріп, мұндай мәдени шаралардың жиі ұйымдастырылғанын қалайтынын жеткізді. Балалардан бастап үлкендерге дейін сүйікті әуендерді бірге тыңдап, әсерлі кештің куәсі болды. Біздің ұлт аспаптар оркестріміз қала халқына көңілді кеш, әлем әуендері атты саундтрек концертін ұсынамыз. Мереке құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әрқашанда көк аспанымыз ашық болсын. Біздің Vibe жобасы музыка мен көрермендерді тоғыстыратын ерекше мәдени кешке айналды. Әлемдік саундтректерді жанды орындауда ұсынған өнер ұжымы қала тұрғындарына ұмытылмас әсер сыйлады. Мәдени өмірдің мазмұнын арттыра түсті. Райымгүл Махамбетова, Шыңғыс Жанболатұлы, Жаңаөзен ақпарат.